ертеде 3 торай болыпты. Олардың анасы: Торайларым, үйде азық-түлік бітіп қалды. Сендерді өз бақыттарыңа еріктеріңе жіберемін. Сонымен анасы торайларды есейген соң өз бақыттарын іздеу үшін еріктеріне жібереді. Сөйтіп, бірінші торай өте еріншек еді. Мен аз жұмыс жасап қалған бөлігімде демалғым келеді. Алыстағы кірпіш заводына барғым келмейді деп мүлдем жұмыс істегісі келмей сабаннан үй салып алады. Екінші торайда еріншек болғанмен сәл көбірек еңбек етеді. Ол: менің де аз жұмыс жасап, алыс кірпіш зауытына барғым келмейді. Одан да ағаш сабаннан мықтырақ. Сол себепті кез келген жағдайға төтеп бере алады. Менің де көп жұмыс істемей демалғым келеді деп ағаштан өзіне үй салып алады. Сөйтіп олар ән айтып, билеп, кешке дейін ойын ойнайды. Ал үшінші торай күні бойы еңбектеніп, ерінбей, кірпіш зауытына барып кірпіш тасиды. Пеші мен мұржасы бар әдемі үй салып алады. Және бұл үй кез келген дауылға төтеп бере алады. Келесі күні қасқыр байқаусызда 3 торай өмір сүріп жатқан көшеден өтеді. Ол сабаннан жасалған үйді көріп, иіскелей бастайды. Ішінде торай бар екенін сезеді. Бұл айтты: О, торай! Не деген еді? О, торай! Сен менің бүгінгі керемет түскі асым боласың. деп сілекейі үйірлене кетті. Торай, мені ішке кіргіз! деп айғайлай бастайды. Жоқ, ешқашан! Сонда қасқыр тісін қайрап былай дейді: Онда мен үрлеп үйіңді ұшырып жіберемін, ұшырып бұзып тастаймын. Аузын ашып бар күшімен үйді ұшырып тастайды. Алайда торай қашып, екінші торайдың үйіне келіп тығылды. Қасқыр жолдың бойымен жүре бергені сол еді, ағаштан жасалған екінші үйге кезікті. Ол үйдің ішіндегі торайлардың иісін сезіп, түскі асының қандай дәмді болатынын ойлап, аузы сілекейге толды. Есікті ұрып: Торайлар, мені ішке кіргізіңдер! деді. Жоқ, ешқашан да кіргізбейміз. Сонда қасқыр тісін қайрап: Онда мен үрлеймін, үрлеп үйлеріңді бұзып тастаймын. Сөйтіп қасқыр үйді бұзып тастады. Сөйтіп екі торай қасқырдан қашып жүгіріп, кірпіштен салынған үйге кіріп есікті жауып үлгерді.
торайлар бір-біріне өкініштерін білдіріп, қасқырдан қорыққандарынан дірілдеп тұрды. Күні бойы тамақ жемеген қасқыр 3 торайдың иісін сезіп, керемет ас күтіп тұрғанын түсінді. Сонда қасқыр: Торайлар, есіктеріңді ашыңдар. Жоқ, ешқашан. Онда мен үрлеймін. Үрлеп үйлеріңді бұзып тастаймын. Сөйтіп қасқыр бар күшімен үйді үрлей бастады. Әрі үрлейді, бері үрлейді. Үй бұзылмайды, үйді бұза алмайды. Бұл үйді бұза алмағанына қатты ашуланып: Онда мен үйдің мұржасынан кіріп, сендерді жеп қоямын, дейді ашкөз қасқыр. Қасқырдың айтқанын естіген торайлар пештің үстіне шелекпен су құйып, астына от жаға бастады. Қасқыр төменге түскенде шелектің бетін ашып, қасқыр қайнап тұрған судың ішіне түсіп кетеді. Торай жүгіріп барып шелектің қақпағын жауып, қасқырдың көзін құртады. Осымен біздің 3 торай ертегіміз бітті. Сонда балалар, бұл ертегіден нені түсініп, нені үйрендіңдер? Не үйрендіңдер, достар? Жалқау болмауды үйрендік. Жалқау болмауды үйрендік. Ерінбей жұмыс жасау керек, Тағы не үйрендіңдер? қашуды. Үй салуды үйрендік. Енді достар, бұл жерде бізде 3 торайдың анасы болып ойнаған Айша, Бірақ басында қасқыр болып ойнаған Алишер, 3 торай болып ойнаған үлкен торай Адина, 2-ші торай, ортаншы торай Аяна, ең кішкентай кенже торайы Айсезім. Осымен достар, біздің ертегіміз бітті. Сізге ұнаса лайк, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Всем пока! 3 торай ертегісі. Күлмесеңдерші. Олардың анасы: О, торай, мені ішке кір. Онда мен үрлеймін. Үрлеп үйіңді ұшырып жіберемін. Ұшырып бұзып тастаймын. Ұшырып бұзып тастаймын. Аузын ашып, бар күшімен үйді ұшырып тастайды. Торай өліп қалды.